Күз лебі білінісімен ақ шығыстан ызыңдап тұрып алатын суық жел азнап Аңырақай даласының тасын суратыны ежелден. Әсіресе түнге қарай лепініп, дүниенің астан кестеңін шығарады. Қайсы бір кездері керегені сықырлатып, түнекті үзіп, үй үшін құмға толтырып, таң атқанша тас аяққа сыйғызбайтыны бар. Бұған даланың тымпайы күздеуінде отырған екі үйдің төрт жаны, Тоғайбай шал, Айқан кемпір, бала мен қыздың еті әбден үйреніп алған. Әне-міне өшіп қала жаздап, үлпіл қаққан шишасы құрсау ондық шамның жарығына жабыла итініп, әр қайсысы тірліктің өзіне тиесілі шаруасымен әуре. Қазірде ескі шоқайлардың ұлтанын тігіп, бала оғын дайындап, кемпір ұршығын еріп, қыз қазан астын көсеп, өздерімен өздері. Бала байқайды, екі сөздің бірінде Бөршімбай фирма бастығы жерден алып жерге салып отыратын Айқан кемпір бүгін үнсіз. Бөршімбай дегенде айтатыны, мына қараңғаңғыр малына неге ие болмайды? Сәл шыдаңыз, кісі тауып әкеліп, өзіңізді ауылға көшіріп әкетемін деп еді ғой. О, өлген әкеңнің көріне, деп кеткенде кемпір жуық маңда тоқтай қоймайды. Фирма бастықтың аузын сыртынан зәрге толтырып, бұлқан талқан болатын кемпірге шал басу айтады. Шыдаңыз дейді Тойбай. Шыдайық бәйбіше. Тойбай-ау, қашанғы шыдауға болады? Мен шыдамаған не қалды? Соғыс болып жатқан жоқ па, бәйбіше? Ауылда мал бағар тіпті қайсы бір кісі қалды? Өу, қызыл қырғын бала шал шауқан, қайтеміз, жағдай солай. Менің жағдайым ше, дейді кемпір. Менің жағдайымды қайтесіңдер? Тіпті менің өлтірімді білетін, білгісі келетін кім бар? Мына өзіңді ше, осы төртеуміздің төбемізден қазір жай түсіп, жайрап қалсақта ешкім білмейді. Құдай сақтасын, дейді шал. Оныңыз не бәйбіше? Шыны сол, кемпір жуасымайды. Бізді ойлайтын пенде болса, мына ат аяғы жетсе жетер, адам аяғы тірі жанға жетпейтін жалаң далаға жалғыздан жалғыз тазамас еді. Шынында да Аңырақай даласының алғабас ұжымшарына қарайтын олан қайыр мал жайылымында бұлардан өзге тірі жан жоқ. Бөршімбайдың айтқаны, ұжымшарда қалған бойдақ мал осы екі отар. Бұларды қыстан дінаман алып шықпай, үкіметтің келесі жылға ет жоспары өлтіріл орындалмайды. Ал малдың қыстан дінаман шығуы жердің отына байланысты. Аңырақай даласы қара от, жазығы қалың қара жусан, ойқыры ұйысқан изен, тауында қылша. Оның үстіне қыс бойы күнгей бетінде қар жатпайды. Осының бәрін тіпті тізе келіп фирма бастық шалға кемпірді табыстаған. Онымен қоймай, Айқанның алдындағы малды бағуға адам табылғанша, оғанда өзіңіз есіз, деп нығыздап кеткен. Одан бері де атасы кемпірді қатты аяйды. Сосын осы шүйкедей пенде Құдайға неден жазды екен деп те тілейді. Сорлының әкесі де, байы да жер түбіне айдалып итпен құсқа жем болған. Сөйтіп атаның дәулеті түптеріне жеткен. Солай еткен үкімет енді жалғыз ұлын соғысқа алып кетті. Сондағы Айқан сорлының боздағанын айтпаңыз. Сондағы Айқан сорлының Құдайды қарғағанын айтпаңыз, деп атасы кейде өзінен өзі егіледі. Ұлы майданға аттанғанына ай өтті ме, өтпеді ме, екі қызын жетелеп келіні төркініне тайып тұрған. Енді Айқанда қарайлайтын не қалды дейді шал. Қара тұрар кім бар? Қара басының қайғы шерінің өзге бар қане. Япырай, сонда бұл сорлы мына жарық дүниеден тек боздап, бордай тозып өте бере ме? Бәрі Құдайдан дер еді шал, енді бір кезекте. Құдайдан, осылай деп алып, іле орнына өзі қарсы шығады. Айналайын-ау, көктегі Құдайдың жердегі Айқан несін алып қойды? Алайын десе де, Алла тағалаға адамның құдіреті жете ме? Алла тағала емес, адам ғой Айқанды боздатып қойған адам. Тойбай-ау, дейді кемпір кейде. Адам осы неге қатыгез? Неге бір-бірін аямайды? Бірін-бірі неге өлтіреді, неге? Өзің білесің, менің тоқ бергенім адам түгіл малды да маңайға шертпейтін адам. Енді әне соғыста. Соғысқан соң кісі өлтіреді ғой. Құдай-ау, менің де жалғызым сөйтеді ғой, сөйтеді, я? Тойбай, бәйбіше, ол енді соғыс, өлтіреді де.
жауды өйтпесе болмайды, дейді атасы. Түптеп келгенде бәйбіше, соғыстың адамның өз ажалын адамнан өзі іздеуі, бір адамның қатыгездігі келесі адамға жоқ қатыгездікті оятады. Қасіретіміз осында, көз жасымыздың құрғамайтыны, адамның азап шерден арыла алмайтыны сол. Осылай ойланып кейде түннің бір уағына дейін шығынданып кете беретін шал мен кемпірдің әңгімесін 9-ға қарайған Дударай да көп түсіне бермейді. Бірақ бала жүрегі әйтеуір атасы мен кемпірге оңай болып жүрмегенін сезеді. Кемпірді жұбатып, демеп, күн шуағына қарай жетелеп отырғанымен шалдың өзінің де шекесі қызып жүргені шамалы. Ана жылы ашаршылыққа қос боздағынан айырылды. Аман қалған жалғыз қыз мына қауым бастығы станцияда пойыз жүргізетін тұлдыр жетім бір жігітке тұрмысқа шығып еді. Бұрынғы жылы көкірек ауруынан қайтты. Осының бәрін көтере алмаған шығар. Кемпір байғұс өткен күзде 3-ақ күн төсек тартып жатып бақилық болған. Күйеу баласы майданда. Майданда болғанда сол пойызымен жеткізген хабарында әскер оқ дәрі таситынға ұқсайды. Кеше соғысқа аттанарда мана жаман немересін шалға келіп табыстап кетті. Табыстап жатып, өзіңіз білесіз, ата, менің түбім Маңғыстауда. Білмейтініңіз де, мен Дүлдүл атаның тікелей ұрпағымын. Кеңес үкіметі орнағанда ауылымыздағы Қайырғали деген белсенді соңымызға түсіп, үй орманымызбен жан жаққа қаңғытып кетті. Соғыс кетер. Олай бұлай кетсем, жалғыз өтінішім ұлым ата жұртын ұмытпасын, ұмыттырмаңыз деген. Еркек бала емес пе? Дударай әжептеуір қолғанат. Әсіресе Айқан кемпірге үлкен демеу. Көбіне соның қойын бағысады. Қыз болса, оның жағдайы басқа. Бейшара туа мақау. Шал оны 33 жылы Құлжабас станциясына баратын үлкен жолдың бойында өлгел жатқан жерінен тауып алыпты. Жасы қазір 14-15-те, кәдімгідей бой жетіп қалған. Қайғылысы мына жалғанда не болып не қойып жатыр, не болып не қояды, ол байғұсқа беймәлім. Әйтеуір қара мосыға шәугім іліп, от жағып, шай қайнатып дегендей үй тіршілігіне өлердей пысық. Әдеттегідей түнгі жел өлердей құтырып тұр. Ышқынған сайын кереге уығы сықырлап, ескі киіз үй теңселіп кетеді. Баланың көзі кемпірде. Неге бүгін үнсіз, неге түсі басқаша суық? Ұршығын жайына қалдырып, қазандыққа итініп алыпты. Шағын денесі одан сайын шөгіп, бүктеле түскен. Терісі әбден солып, кеуіп қалған бетінің әжімдері бұрынғысынан да сай-сай. Дударайдың бір таңғалатыны, кемпір соғыстағы баласын айтып, ботадай боздағанда көзден тамшы жас шықпайды. Әдіре қалғыр, дейтін артынан. Қурап суалды деген. Қурап суалған соң көзімнен жаста шықпайды. Ес білгеннен еңіреп келем. Ыстық жасты мүлде түгесілгені. Құрғақ жастан асқан азап, қорлық қайда, кімде бар? Қаперінде тұрып алатын баланың қорқынышы кемпір ұлының опат болғанын естіп қойса. Құдай бұл сұмдықты естіпесін. Осыдан бір ай бұрын ба тымпайға Бөршінбай келген. Кісіге бұлар қатты қуанды. Атасы жалғыз серкесін сойып тастады. Соның басын асып, мүжіп, өзі ала келген 2 жартылықтың бірін ішіп тауысып, екіншісінің аузын ашса да, ішпей ықылық атқан ферма бастық кемпір сыртқа шыққан мезетте атасына сыбырлаған. Сорлының баласы. Не? Атасының даусы біртүрлі үрейленіп шықты. Шырғауыз селсебетке қара қағазы келген екен, алмай кеттім. Бөршінбай, жап аузыңды жап. Шалда береке қалмады. Өледі, сеспей қатады. Ойбай, әттең-ай. Бөршінбай ертеңгісін түндегі қалған арақты 2 бөліп ішіп, жылытпаға тойған соң атқа мінген. Дәл сол кезде кемпір: «Әй бала, хат қайда?» деп шаужайдан алмасы бар ма? «Әй Дудар!» Ойын атасы бұзды. Иттер тым шыбырлап кетті. Шығып мылтығыңды атып қойсаңшы. Бала сыртқа шығып мылтық атты. Қақаған суықтан қашып үйге кірген оған Айқан алая қарады. Босағадан түрсілдетіп, ары бар батсаң, біреу көтеріп әкете ме? Дударай аң-таң. Кемпір бұрын соңды бұған бұлай діңкілдеген емес. Шалда басын көтеріп алды.
Бала мұңайды. Мұңайса болды, көз алдына пойыз, ары-бері сыпылықтаған составтар, станцияның бірді-екілі іркіс-тіркіс үйлері елестеп қоя береді. Бұлардың үйі темір жолға таяу, соның бойында болатын. Батыстан шығысқа, шығыстан батысқа ағылған пойыздар, оларға мініп түсіп жататын адамдар. Бәрісі әрі қызық, әрі түсініксіз еді. Бұлар қайда барады, неге барады, қайдан келеді, мүлде беймәлім. Көкесінің айтатыны, өмір осылай, адамдар оңды-солды қозғалады. Кейін өзің де сөйтесің дейді ол. Екеуміз дүниенің төрт бұрышын шарлап, оны аралап шығамыз. Оны арап жүріп сенің бақтыңды іздейміз. Өзгелердің бақтын көреміз ұлым. Сөйткен папасы қайда? Соғыста. Шал мен кемпір айтқандай, ол не өледі, не оны өлтіреді. Өлетін не өлтіретін болса да, адам неге соғысады? Неге? Атасының айтуынша, осы Аңырақай даласында қырғын соғыс болған екен. Бір қазақ таяқ жесе, бір қазақ жер түбінен жететін заман екен сол. О, шіркін-ай, жау ертерек жеңілсе ғой, Дудар-ай әкесімен қауышса ғой. Сосын көкесінің паровозына мініп, екеуі рельстің үстімен шексіз дүниенің түпсіз көкжиегіне қарай самғай бара жатса. Күннің сүсін жаман қара сірә, биыл қыс әдеттегіден ерте түсер, деді атасы аяғын жазып. Келер жұмадан қалмай қыстауға көшіп алмасақ болмас бәйбіше. Қыстау құрысын, деді кемпір шаңқ етіп. Неғып өртеніп кетпейді ол қараңғыр? Бәйбіше, қара бет болып отырмыз Тойбай. Шал кемпірге біртүрлі әңірейіп қарады. Бұғай сөзің байғұс? Мына албасты көжеге тойып алыпты, деп кемпір мақау қызға қарады. Көжеге тойған несі? Шал дәнеңе түсінбей аңтаң. Қыз екі қабат. Баланың жүрегі аузына тығылды. Атасы тіл ауыздан айырылғандай сілейіп қалған. Солай есеңгіреп біраз отырды да. Сонда қалай? Қайтып? Оны мен қайдан білем? Кемпір ерін сылп еткізді. Менің білетінім, бұл жерде өзіңнен басқа еркек жоқ Тойбай. Әй Айқан, атасының дәл қазіргідей ащы даусын бала еш уақытта естіген емес. Ойбай, сен нені меңзедің? Дәтің қалай барды? Қалай? Сонда қайт дейсің маған. Ұрғашы деген күлге ойнап бала таппайды Тойбай. О, атаңның көрі Құдай! Шал жер тоқпақтады. Ал мені, ал! Мені еркек деп отырған мынаны қара. Мен әлі еркекпін. Еркек деп еркек екем. О, нәлет. Дударайдың тісіне тимей сақылдады. Басы зеңіп көзі қарауытты. Баланың көз алдында шілде айытын. Онда бұлар Бесқауға жайылымында отырған. Шал мен кемпір малды таң қылаң бері өргізіп кетеді де түске қарай бірақ оралады. Бала мен мақау қыз үйде қалады. Сондай күндердің бірінде сәске енді болған кез, төсекте жатқан екеуінің үстіне ең кездерде біреу екі бүктеліп кіріп келді. Ауыз басы сақал мұрт қаптап кеткен жалғыз көз еркектің әзірейілдей суық жүзінен жан шошитын еді. Екеуіне жалғыз көзін алма кезек жүгіртіп алған ол, төрден келген пәлекет қызға қарап ырсиды. Ырсиып тұрып, бұлардың үстіндегі тозығы жетіп, әр жерінен жөні көрінген көне көрпені жұлып алған. Мақау қыздың көйлегінің етегі беліне қарай жиналып қалған екен. Жалаңаш борбайын қайта-қайта жасырарын білмей тыпырлай қалды. Жалғыз көз енді Айшайға қараған жоқ. Дударайды тоқпақтай қолымен маңдайға бір салып еңіретті де, мақау қыздың әлі түгел жетіле қоймаған нәзік тәніне алпамса денесімен шөге берді. Бала қыздың келеңсіз әрі аш шайқайынан есін жиды. Қыздың тұншыққан, қиналған, аянышты бейшара үнімен жалғыз көздің ыңқылдаған еріксіз бір дыбысын естіп, ботадай боздап, бордай тозды. Күллі қан мен тамырын қара суық көйлеп алғандай өнбөй дірдіктеп, құртақандай жүрегі мұз болып қатып қалды. Яттан, қорлықтан, өлі мен тірімен арасындағы барып келіп жатқан бала көзін бір ашқанда еркек төбесінен төніп тұр екен. Шалбарының ышқырын көтермепті. Келідей жалаңаш бөксесін жайрап жатқан қызға беріп, екі тізесін сәл бүкті де, балаға босаға жақта тұрған қара шәугімді алғызды. Сосын күректей алақанына су құйғызып, ауын апыл-тапыл жуып, шалбарын көтерді. Шалбарын көтеріп жатып, әй көкшешек, мына қыз не, мақау ма? Деп күргір етті. Сосын не болса да қатын еттім, енді ар жағын өзің үңгірлей бер, деп
ырқ-ырқ күлді. Сосын өңі тез бозарып, белінде сақталған 200-ті сарпын мұның алқымына тақады да: «Ана кемпір шалға айтып қойсаңдар, бәрінде де түгел бауыздап кетемін», деді. Есіктен екі бүктеліп шығып бара жатып, сапысын тағы көрсетті. Мына сұмдыққа қалай, неге тап болғандарын білмей, түсіне алмай бала мәңгірді. Бұл кім, қайдан келді? Дударай сонау Сорсаң тауының ар жағындағы Құмайт өңірде көрші облыстың азынаулақ ірі малдары жайылатынын, жалғыз көздің сонда жылқыны бағатынын, алыстан мал ұрлайтынын, сондай оймен кешкісін бұлардың қонысын жоғарыдағы бір қалың қамыс жақтан бақылап жүргенін, алайда шал мен кемпірдің мініс аттарына көңіл толмай, сол арада үйге кіріп шығып жүрген өрімтал қызды көріп, қайтсе де соның тәнін айырып кетуді ұйғарғанын әрине білген жоқ. Бетін алақанымен басып, екі иығы дірдек қағып, жайрап жатқан қыздың үстіне көрпе жапты. Жауып қойып қызды әзер жұбатты. Жұбатып алып, мұны түсімізден шығармайық, айтсақ жаңағы жаналғыш бәрімізді түгел бауыздап кетеді, деп қимылымен әзер түсіндірген. Түсте өрістен оралған кемпір мен шал өңсіз түссіз отырған қыз бен баланы көріп жаман апалақтаған. Шошынып ұшынған-ау деп асты üzerіне түсті. Тіпті шал қой, бұларды сорпалайық деп жардай бір қойды жайратып тастаған. Бала болған жайды атасына айтуға қанша оқталса да жүрегі дауаламады. Қорқынышты, жалғыз көз түгел бауыздап кетер деп шошыды. Бірде атасы екеуі қойды кемпір мен қызға табыстап, Сораң тауына арқар атуға барған. Сонда әлгі жалғыз көзге оқыс жолығып қалды. Еңгезердей неме, ай-шай жоқ, салған жерден: «Ақсақал немене, неміз іздеп жүрсіңдер ме?» деген. «Шырағым, анда-санда аңқыс ататынымыз бар еді», деді атасы, насыбайын атып. «Ал әлгі немісіңмен, Құдайға шүкір, балалар есе байырысып жатыр. Қалай, бірдеңе шығатын түрі бар ма?» «Нені айтасың? Жеңеміздей ме немістерді қайтеді?» «Оны мына сендер білмейсіңдер ме? Жазсыңдар, газет оқисыңдар». «Ойбай ақсақал, газетіңіз не? Газетіңізді өзім тумысымда екі-ақ жолы көргем». Атасы жалғыз көздің тегін, руын сұрап еді. Анау: «Ақсақал, бізде тек ру деген болмайды, бәріміз советскийміз», деп ырқ-ырқ күлді. Сосын сөз арасында дереу басқа жаққа әңгімені бұрып жіберді. «Атқан оғы құры кетпейтін сұрмерген болсаңыз, анау көрінген шағылдың теріскейінің бетінде екі үйір арқа жүр», деп атасын тебіне жіберген. Тебіне беріп Дударайға жалғыз көз бажаң етіп қарады. Баланың зәресі ұшты. «Иттің сұрын», деген шал басын шайқап: «Көз жабылмай ма немене?» Содан Дударай жалғыз көзді соңғы рет қыркүйектің басында көрді. Тампайға көшіп келгеннен кейін атасы Мақау қыз екеуін бақырауық Саратанға мінгізіп, қыстауға екі бөлмелі ескі тамның іш сыртын сылауға тастап кеткен. Қыз бен бала топыраққа жылқының қиын қосып, лайшылап, үйдің түскен жерлері мен еденін сылап, едегендей бір апта күздеу мен қыстау арасында сары үлектің қызығын көрген. Сол үй сылаудың соңғы күні мекен, әлде түс әлетінде екеуі там көлеңкесінде демалып отыр еді. Желке тұстағы қылқадан дүрсілдетіп бір атты шыға келді. О, сұмдық, жалғыз көз келді де ат үстінен қарғып түсіп, тізгінді қораның сидиіп тұрған бел ағашына іле салды. Сосын Дударайды итпісің кісімісің деместен сілейіп тұрған қызды бажылдағанына қарамай тік көтерген бойы үйге алып кіріп кетті. Ар отырды, бер отырды. Аналар жоқ. Есі шықты. Мүмкін ана пәлекет қызды өлтіріп жатқан болар. Атып тұрып барып ақырын терезеге үңілген. Үңілсе, жалғыз көз қызды екі қолымен жаман пешті тіретіп қойып, өңкейтіп қойыпты да өз арт жағынан артылып алып изеңдеп тұр. Мақау қыз үйден жалғыз көз атып кеткеннен кейін барып бірақ шықты. Жыламаған, сықтамаған. Қайта аппақ жүзінің қызылы молайып, албырап, уылжып тұр. Әдетте кіреберіңкіреп жүретін шошақ ерінің шерей қызылы көрінеді. Бала қайран қалды. Буыны былқ-сылқ көлеңкедегі ескі күбәйгенің үстіне барып сұлай түсіп, бірден ұйықтап кетті.
Бетіне үңіліп еді, қыз жымиып жатыр. Дударай адамның жымиып жатып ұйықтағанын бірінші рет көріп еді. Ол бір түрлі өзіне беймәлім күй кешті. Қызды аяп отыр ма, жек көріп отыр ма, әлде өз ұялып отыр ма, қорланып отыр ма білмейді. Сірә соның барлығы бар. Соның барлығы жан дүниесінде алма кезек ат ойнатып жатыр. Жылады. Қыстығып қиналып ұзақ еңіреген. Құдай! Бала атасының қарлығып, қаңсып шыққан зарлы үннен сергетіп, ойға батқан басын көтерді. Құдай, мынаны естіткенше ал мені ал деп шал басын керегеге ұрғылады. Қайдасың сен, көктесің бе? Көкте болсаң неге көрмейсің мені? Дударай енді бұдан әрі шыдап отыра алмады. Ата, деген ботадай боздап. Ата, мен білемін. Шал оқыс бұрылды. Нені? Жалғыз көз? Сол анада арқаратуға бұрғанда сорсаңда жолыққан жалғыз көз ше? Сол ата, деп бала көз жасына көміліп көрінген білгенін айтып берді. Ойбай, мұны неге айтпадыңдар бізге? Түгел бауыздап кетемін деді. Едәуір есеңгіреп отырған шал бір кезде. Жаңағы Айқан байғұс қайда? Деді апалақтап. Ертесіне бала мен шал екі атқа мініп, сорсаңның арғы етегіндегі көрші облыстың Малды ауылына қарай бет алды. Шалдың тақымында 32-сі. Шаруалары оңнан туып, көңіл жайланса, қайтар жолда аң қазға, тағы да бірдеңелерге тиіп атып келу ойда. Қызылға тістері тимегелі біраз. Бұлар діттеген жеріне түс ауа жетті. Жоқ іздеп жүрсіңдер ме? Деді бірден жалғыз көз бұларды көре. Малдарын алған мен емес, басқа жақтан іздеңдер. Ойбай шырағым, біз мал іздеп жүрген емеспіз, деді атасы. Біз өзіңді іздеп келдік. Мәссаған, ал, келіп қалдық шырағым, келмеске болмай қалды. Құлақ сізде, ана мүсәпір, қызды айтам. 32-ші жылы ашаршылықта өлгелі жатқан жерінен тауып алып едім. Енді әне, болары болып, бояуы сіңіп қойыпты. Шал, сенің не айтып отырғаныңды түсінсем бұйырмасын. Аяқ ауырлап қалыпты байғұстың. Жүкті ме? Зорлық жасап, бетін өзің ашыпсың. Қолыңмен істегеніңді мойныңмен көтер, деген атан қазақ. Тіл жоқ демесең, бір үйдің шаруасын дөңгелетіп ақ алып кететін бала. Жалғыз көз жатып келіп күлді. Шалау, деді сосын. Мақауды айтасың, мен сауғызды алмаймын. Қазір шалым не көп, қылмыңдаған қыз көп, желкілдеген жесір көп. Оның біреуін алып, бағып қағып, баста ортқанша бәрімен ойнау керек. Шырағым, құдайдан қорық. Ойнас жасама деген құдайды көргем жоқ шал. Зорлық етіпсің. Андағы боқмұрынның сөзі ме? Алпамсадай неменің ақшаңдаған көзін көргенде баланың төбе шашы тік тұрды. Ая сорлыны, біз дая, деп шал жыларман болды. Өз тұқымың? Анау ықылықтап келеңсіз күлді. Саған бердім соны, ақысыз ал. Мейлі, оның адам ақыл, алмасаң қайтейін. Бірақ ең болмаса бізбен барып, баланың сенен екенін айтшы. Сөйтші қарағым ана кемпірге. Өй кемпіріңді. Сен адамнан туған шығасың. Ата осыны дереу айтып, түрі өзгеріп кетті. Туса ше? Жә шал, осы тәжірикелескеніміз де жетер. Қане марш, әйтпесе екеуіңді қоса ат құйрығына байлап жіберемін қазір. Шал тақымындағы 32-сін жұлып алды. Иттен жаралған, деді зығырданы қайнап. Мүсәпірді қорлап, шал мылтықтың завтырын сарт-сұрт еткізді. Ол аздай, анаңдай адамды жалпаңнан түсірейін доңыз. Жалғыз көздің қолындағы құрық шал мінген күреңнің басына қалай сарт еткенін байқап та үлгермеді. Ат жалт берді, шал ер үстінен ауып қала жаздап әзер түзелді. Бірақ мылтығы қолынан түсіп қалды. Сол мезетте жалғыз көз шалды ат-матымен сабап қуды да кетті. Қурықтап біресе сайдың ана басына, біресе сайдың мына басына қуады. Сосын қатарласа шауып келіп шалды белуардан алды да ер үстінен жерге лақтырып тастап кетті. Одан кейін аттың омырауымен ары да бері де қағып еш жиғызбады.
Шалдың бет-аузы қан, басын қорғалап, екі қолы ербең-ербең кетеді. Көрсетейін саған жалпамнан түсіргенді, деп жалғыз көз тіпті екіленіп алды. Қыздарыңды қатын еткенді айтасың, мен сендерді тірідей көкпар қыламын. Атасын ат бауырына алып дырылдата сүйрей жөнелгенде шал жәкетайлап жылалына бастады. Солай ма? Деді анау қыбығанып. Әлі менің табанымды жалайсың. Қане, құтылып көріңдер менен, енді сендерді Құдай да құтқара алмайды. Әй, Жәкетай, болды, бітті, төзді, шыдады. Бала атынан түсе мылтыққа жармасты. 32-ні көтере салып, шалды көкпар қылып ойнап жүрген жалғыз көзге қарай жүгірді. Анау мұны таяп келгенде ғана аңғарды. Шалды былай тастай салып, Дударайға құрығын кезеді. Әй күшік, жан керек болса таста андағыны, деп ақырды. Дударай, күнім қой, таста мылтықты, таста жарығым. Бала атасының ыңырсыған даусын анық естіді, бірақ оның ешбір әсері болған жоқ. Дударай бірақ нәрсені тіледі. Ол мұны Әзірейілден дереу құтылу керек. Жалғыз сәтте одан көрген зорлық-зомбылық түгел көз алдынан ағып өтті. Оған жалғыз көз көкесімен соғысып жатқанда Айқанның ұлын өлтірген де жау болып көрінді. Солақ екен, әлі адам маңдайынан шертіп көрмеген балғын саусақ жалғыз көздің өңменіне кезелген мылтықтың шүреппесін басып қалды. Еңгезердей дене ат үстіне ары-бері біраз лоқсып бір кезде жерге күрсетті. Үсті басы дала-дала шал сүйретіліп келіп, ананың көк аспанға шаңқиып қадалып қатып қалған жалғыз көзін жапты. Бала тау жақтан бері қарай ұшып шыққан алып қара құсты көрді. Ой, сұмдық дүние, деді шал. Сұмдық дүние. Бұл оқиға 1942 жылы болған еді. Несіпбек Дәутай, Дударай әңгімесі.